Чё за фигня мына жерде не болуп жатыр? Ё-моё, мына жерде перделер кыймылдап. Көршілер не істеп жатыр мына жерде? Ё-моё, қазір көрсетейін мен оларға. Так, мынау дубинкаларымды алып алайын қазір. Мынаны алам да қазір көрсетейін мен оларға. Так, мынаны алам. Так, опа, мына жерде дубинкам тұрған екен ғой. Қазір көрсетейін, мынаның орнына алып алайын сол дубинкамен қат деді ғой. Так, анау үйде не істеп жатыр? Так, мына үйде қойып жатқан сияқты ғой сол музыканы. Адам мен жұмыстан келіп ұйықтайын деп жатса. Қазір ашыңдар есікті, неғып ашпай жатыр мынау? Опа, келді. Братан, не істеп жатсың? Жұмыстан келіп ұйықтайын деп жатсам, неғып музыканы сонша қатты қойып қойғансың? Братишка, үйде дискотека болып жатыр, кірсей сен де қосылсай. Не болып, нешет етіп қалдың ғой сен де? Братан, дискотека болғанда мен конкретно жұмыстан келіп тұр, мен ұйықтағым келеді. Жай ғой музыканы айтпесе қазір көрсем мен саған дубинкам тұр қолымда, көріп тұрсың ғой. Сен не, братишка, мен дубинкадан қорқады деп ойлап тұрсың ба? Не болды, братан, ұйықтап қалдың ба? Дубинкадан қорқпайтын едің ғой, жаңа айтып жатқан едің ғой. Мынау не істеп отыр? Екі жынды ма, ё-мой, мә саған. Так, мынау не істеп отыр? Братишка, не істеп жатсың? Музыканы өшірші конкретно. Братан, мен саған айтайын, мына жерде мен қатысым жоқ, музыканы өшіре алмайды екенмін. Мыналар маған айтты, музыка қойып тұр деп. Мен әшейін диджеймін, мына жерде музыка қойып тұрған. Мә, онда саған музыканы өшіре алмасаң, диджей болсаң, өзіңе диджейсің. Мынау не істеп отыр? Жынды ма, айналып не істеп жатсың? Не істеп жатсың деймін мен саған, мә саған да. Ұйықта, ема ана жерден ноутбуктардың тұрсын қара. Жарайды, тұра берсінші олар. Мынау бас тимей қалған ба? Жарайды. Ана жақта тағы да біреу шулап жатыр. Так, қазір соларға да барайыншы мен. Кім ол шулап жатқан? Мынадай болды ғой. Не, осы жақтан шығып жатқан сияқты ғой. Мына үйден шығып жатыр. Мынау нең дауысы? Так, мына үйден жаңа маған су ағып жатқан еді ғой. Қазір ашайыншы. Ашыңдар есікті, мыналар бастамды ашпайды ғой что-то. Братан, не істеп жатсыңдар? Не су ағып жатыр маған төбеден? Мынау адамға жауап бермейді да ғой. Мә саған онда. Жындылар, мынаған қара, бассейн салып алған. Братан, неғып отырсың жас бала сияқты бассейнде? Жауап бермейді мыналар адамға. Жынды ма, бір мал сияқты. Мына не істеп жатыр жынды вандада? Мә саған. Алғаштар ма, не бәлем мыналар? Суды қосып қойған ғой, әйтеуір неғып төбеден су ағып жатыр десем, өшіріп тастайын суды. Тамақтарын қарашы, тұрсын, жеп қойыншы тамақтарын. Мына жақта не істеп жатыр? Что-то бір темірлердің дыбысы шығып жатыр. Ашыңдар сен есікті. Кім жауып алған? Ішінен жаман жауып алыпты ғой мыналар. Темірмен бір нәрсе істеп жатыр ма үйінде? Ема, качоктар, не істеп жатсыңдар еу? Братишка, бізде және спорт, және махаббат өзің көріп тұрған шығарсың качок екенімізден. Бізге тыныш отыр деп айтпай-ақ қойсаң, конкретно біз өзіміз білеміз, өйткені біз качокпыз. Маған бәрібір качок болсаң да сен менің бәрібір дубинкама қарсы тұра алмайсың. Мынау не істеп жатыр? Өтірік бір нәрселер. Ё-моё, мына өтірік шығып азы, өтірік тренировка жасап жатыр. Вообще качок болмайсың да ғой бұдан. Мә саған, ұйықташы. Мынау енді кәдімгідей, братан, сен качок екенсің. Базар жоқ, бірақ качок болсаң да менің дубинкама қарсы тұра алмайсың. Жат болды, ұйықта. Ал мынау не істеп жатыр? Жарайды, сенікі бір енді пресс шығаратын шығар. Ұшып кеттің ғой, чорт екенсің ғой, жеп жеңіл. Так, мына жерде туалеттер тұр. Туалеттеріңді сындырып тастайын ба шулағандарың үшін? Мә саған туалеттерің, мә саған раковина, мә саған туалет. Енді вообще отыра алмайсыңдар. Ал кім ол мына жақта жаман даусымен ән айтып жатқан? Шығайыншы, жоғарыда айтып жатқан сияқты ғой. Жаман жағымсыз екен дыбысы. Звоногының да дауысы өз сияқты жындыбайский. Есіктер майысып кеткен. Кім тұрады мына үйде? Өзі нормальный адам тұра ма? Есігі жабылмайды да ғой, есігі ілінбегенде ашық тұр. Братан, ән айтпай-ақ қойшы сен. Ё-моё, алқаш. Не істеп жатыр? Мына қолына бутылка ұстап алған. Братан, не істеп жатсың вообще? Қолына бутылка ұстап. Жынды арақшы денсаулыққа зиян ғой, білесің ба? Арақ ішсең осылай таяқ жейсің, мал. Опа, сковородка бар екен ғой. Мына жерде тағы да бір алқаш отыр. тақырбас алқаш. Қазір көрсем мен саған тақырбас. Мә саған басыңнан шөлп еткізіп тиді ғой. Тақырбастарға әдемі тиді екен. Так, мына есікті кім ашты? Ешкім жоқ қой, мынау қалай ашылып кетті есік? Жарайды. Так, былайынан шығамыз да, енді сыртта тағы да бір дыбыстар шығып жатыр. Білмеймін, енді барлығы маған мешет еткісі келіп тұрған сияқты ғой. Бүгін ауыр күн болды өзі жұмыста. Соған барлығы білмеймін, енді қазір есікті ашпай жатыр ғой. Олар кім өзі? Не істеп жатыр олар? Мына жақта да дискотека ма? Не істеп жатсыңдар? Барлығын дискотека істеп жатсыңдар ма? Мына жындың ойнап жатқан қара, киімін киіп алғанын қара. Не істеп жатыр? Өзімен өзі жынды. Мынау тамақ жеп жатыр. Өліп бара жатыр мынау тамақ жеп. Мә саған тамағыңмен қосып. Так, мына жерде колалар тұр. Жарайды, ішпей-ақ қойыншы мен. Мына жерде, так, мына жақта не бар?
О, душовойлар бар екен. Душовой мә саған сындырып тастайын, душқа түсе алмай қалыңдар, мә саған раковина, мә саған туалет, барлық нәрселеріңді сындырып тастадым. О, мына жерде колонкалар тұр екен, мә колонкаларыңды да сындырып тастайын. Енді музыка қоя алмайсыңдар, енді маған мешать етіп ұйықтауға кедергі келтірбейсіңдер енді маған. О, холодильниктерінде тамақ толы, олардың бәрін жеп қоямын, маған бәрібір. Так, колаларын ішеміз, печеньеларын жейміз. Болды, енді асты ашылмайды екен, морозильник болмаса морозильниктен де алып, барлық заттарын вообще холодильникте дым қалдырмайтын мыналарда. Ең астындағы этажға түсіп көрейікші, мына жерде не істеп жатыр? Барабан ұрып жатыр ма бір бәле? Осы жақтан ғой негізі ең қатты шулап жатқан. Ашыңдар, есікті неғып ашып жатыр ма? Барабандарынан дыбыс шықпай жатыр ма? Братишка, не істеп жатсыңдар сонша шулап? Бізде, короче, жақында рок-концерт соған дайындалып жатыр. Мына жерде гитарамен осындай барабандармен. Сендер қуасыңдар ма ондай жерге үйде дайындалма? Мен саған чорт, үйде дайындалып адамның мазасын алып отқан қарашы, мыналарды қара. Жынды мынаны қара, очкені тағып алған сухой блатный болып тұр ғой, өзінше болып. Так, мынау неғып отыр? Мен саған барабандарыңды шашып жіберейінші сенің. Мына қуады екен ғой, өзі барабан жоқ болса да өзімен өзі шалып отыр. Жарайды, мына жаққа шығамыз да, енді мына жақта тағы да біреу шулап жатыр. Мынау не істеп жатыр? Так, ашы есікті, мынау звонок жасамайды да жүрміз. Жарайды, ашама, мынау өзі ашса, ё-моё, неғып отыр мынау? Жарайды, так, ашылмайды екен ғой мынау. Так, мынау не істеп жатыр? Үйінде ремонт жасап жатыр ма? Бір бәле жасап жатыр мынау. Так, дрелдердің дыбысы шығып жатыр ма? Сонда бәле. Қазір ашыншы есігін. Братан, не істеп жатсыңдар? Ремонт жасап жатсыңдар ма? Келем мына жерде чигол. Ремонт жасап жатырық, неге мешать ете бересіңдер бәрің? О, сен кім чигол деп тұрсың? Мен саған, каскаң қорғайды екен ғой сен, Жарайды, маған бәрібір енді басыңа жаман ұрдың ғой, не болса да. Но неғып отыр? Өтіріктен қолына кубалды ұстап алған, өтіріктен бір нәрсені ұрып отыр ғой. Но не істеп жатыр? Жарайды, мә. Біреу көршілердің үйіне жалған нелер шағырып, мына радио ұстап алған, жалған строительдерді шағырып қойған сияқты ғой, жалған үй салатындарды ма, сондай бәле. Мына радио тыңдап отыр. Дұрыс адамдарды шақырмайсың ба үйді салу үшін? Но не істеп жатыр? Осы екен ғой бағанадан бері дырылдатып отқан. Мә саған ұшып кетті ғой мынау кәдімгідей. Мына жерде краскілер тұр. Мына қабырғаны қара, не істеп тастаған? Бір самсынып қалды ғой мына чорттардың қабырғасы. Жарайды, мына жерде ритуал өткізіп жатыр ма? Не істеп жатыр? Бір строительді ұстап алған. Братан, не істеп жатсыңдар? Алло, тыңдап тұрмын аналар мен өзі. Мынау жынды ма бір бәле ғой мыналар? Ішіне жын кіріп кеткен ба? Барлығым ұрып қазір. Так, мынау ұрламаны мә саған маскалар шешіліп кетіп жатыр ғой тура. Так, мынанда ұрамыз, мә саған мынау бейшара строительді ұсталыпты ғой мынау. Мә саған, так, мынанда өлтіреміз. Ритуал өткізіп жатыр ғой мыналар. Братан, тыңдап тұрсың ба мені? Мынау уже жын кіріп кеткен сияқты ғой, басына бір ұрып, кейін өзіне келеді, қайтадан сол кезде жын шығатын шығар ішінен. Так, мына жерде опа, не білемін, не жасақ болған мына жерге? Бұнда ұрып сындырып тастаймыз. Құлады мынау не болса да. Мына жақтан бір иттің дыбысы шығып жатыр, мына үйден шығып жатқан сияқты ғой сол. О, байлар не істеп жатыр мына жақта? Так, мына жындылар итке тамақ бере алмай жатыр ма? Жынды ма? Итке торт беріп қойған ба? Базар жоқ, холодильниктерінде дым жоқ па не? Жарайды, итке торт беріп қойған жындылар, ё-моё. Холодильниктің ішінде не бар екен? Ашып көрейікші мыналарды. Тамақтарың жетіп тұр ғой, мыналарды берсең өтер болады ғой иттеріңе. Жарайды, барлығын мен жеп қоя салайын, аналар қарап та тұрған жоқ сияқты ғой. Так, мынаны жеп қоямын. Так, мына тортты жей алмайтын сияқтымын ғой, өйткені қарным тойып қалды менің уже. Негізі мына иттерге тамақ бермей ақ қойыңдар, басына бір ұрасың, болды, өзі ұйықтайды. Мынау қандай күшік, мынау үйді қорғамайды ғой даже. Сендер де ұйықтай салыңдар, негізі сендердің де пайдаларың жоқ мына жерде. Ал достар, осымен видео бітті. Енді видеоның осындай форматы сіздерге ұнай ма білмеймін енді, бірақ осындай қылып шығарып көрдім. Ұнайтын болса арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер, және де видеоға лайк басып комментарий жазып кетіңіздер. Сіздермен мен Эйни, в общем, давайте сосын мына видеоларды көріп отырсам, бұларды өте қызық.